Бүгін біз келесі есепті қарастырамыз. Келесі біздің есебіміз үш фазалы тізбекке негізделген. Үш фазалы тізбекте бізде А, Б, С және N деген тармақтар болады. Үш фаза деген, яғни әрбір бір фазаны біз осыған дейін жеке қарастырғанбыз, бір фазаның есептелуін. Мұнда біз үш фазаны бір моментте үш фаза бойынша есеп шығарып үйренеміз. Ол үшін берілген айтып өтейік. Сендерге мынандай схема беріледі. Әр бір тармағымыз мына жерде тұрған фаза деп аталады. Олар А, Б, С деп белгіленеді. Әрбір фазаның өзінің тұтынушылары бар, кедергілер. Мысалы, бірінші фазада реактив кедергі, екінші фазада актив және реактив кедергі, үшінші фазада актив. Бұл вариант бойынша әрбір фазаның кедергісі әртүрлі болып келеді. Содан кейін бейтарап сым N көрсетілген. Берілген мәліметтер UL деген сызықтық кернеу немесе желілік кернеу деп аталады. Ол 220 вольт. Мынау әрбір кедергінің мәндері бәрі Ом арқылы берілген, яғни реактив кедергілердің мәнін анықтап қажеті жоқ, уже бізде XL, X ретінде көрсетіліп тұр. Бізге нені анықтау керек? Бірінші тапсырмамыз осы үш фазалы жүйенің жалғану ретіне байланысты. Біз оларды жұлдызша және үшбұрыш деп қарастырамыз. Жұлдызшалап жалғану кезіндегі тоқтардың мәнін анықтаймыз. Содан кейін тура осы схеманы үшбұрыштап жалғап аламыз да тағы да тоқтардың мәндерін анықтап шығамыз. Бірінші тапсырмамыз ИА, ИБ, ИЦ, ИН тоқтарын анықтау. Яғни бұл А, Б, С фазаларындағы сызықтық тоқтарды анықтау және N бейтарап сымның тоғын анықтау. Бейтарап сым бізде кейбір жағдайларда қолданылады, кей жағдайда қолданылмайды. Егер бізде әр фазадағы кедергілердің мәні өзара тең болатын болса, яғни симметриялы болса, онда бейтарап сымды қолданып қажеті жоқ. Ал біздің жағдайымызда әр фазаның кедергілері әртүрлі, сондықтан бейтарап сымдағы тоқты анықтау қажет. Екінші, біз әрбір фазадағы актив және реактив қуаттарды анықтаймыз. Үшінші, векторлық диаграмма құрамыз. Қазір біз жұлдызшалап жалғану кезіндегі тоқтардың мәнін анықтауға көшеміз. Жұлдызшалап жалғану кезінде біз ең бірінші мынандай жаңағы көрсетілген схемамызды жұлдызшалап осылай түрде көрсетіп аламыз. Яғни біз ең бірінші фазалардың желілік тармақтарын салып аламыз. Міне А фазасы, Б фазасы, С фазасы. Осыған ең бірінші мынандай жұлдызша ретіндегі шаблонды жасап аламыз да әрбір фазаға өзінің кедергісін қоямыз. Мысалы, А фазасында бізде конденсатор тұрған, А фазасына конденсатор, Б фазасына актив кедергі мен катушка, С фазасына актив кедергіні қоямыз. Соңғы мына фазадағы кедергілерді желіге апарып қосамыз. Мына негізінен біз жұлдызшалап жалғаған кезде фазаларды көрсетіп отырған, кедергілерді көрсетіп отырған фазаларымызды кішкентай әріппен көрсетеміз. Кедергі жалғанған аралық кішкентай әріппен көрсетіледі. Сонда міне А фазасы мынау кішкентай әріппен, мынау Б фазасы, мынау С фазасы. Бұл фазалық кедергілер. Ал желіні біз үлкен әріппен көрсетеміз, линияны. Бұнда А, Б, С. Осыларды бір-біріне А-ны А-ға, Б-ны Б-ға, С-ны С-ға жалғап қоямыз. Ары қарай бізге бейтарап сымды көрсетуіміз керек. Бейтарап сым үш фазаның түйіскен нүктесін бейтарап сым ретінде нейтраль немесе 0 деп айтады. Қарастырамыз да оны N деп мына желіге апарып қосамыз. Енді бізге әрбір фазадағы тоқтарымызды көрсетіп шығуымыз керек. Үш фазалы жүйеде екі тоқ болады. Ол фазалық тоқ және желілік тоқ. Желілік тоқ дегеніміз линияның бойындағы, желінің бойындағы тоқтарды біз желі тоғы деп айтамыз. Оларды үлкен индекспен көрсетеміз. ИА, ИБ, ИЦ. Олар бізде барлығы бір бағытта, яғни оңға қарай бағытталып тұр. Себебі мына тұрған бізде нагрузка, жүктеме, ол электр энергиясын тұтынады. Ал электр энергиясын өндіретін тағы да бір мына жерде жүйе бар. Ол мына сол жақта тұр. Ол салынбаған мына жерде. Бұл жерде біз кедергілерді ғана көрсетіп тұрмыз. Ал генератор салынбаған. Негізі тоқ генератордан не келіп жатыр. Содан кейін олар фазалық аралыққа түседі, кедергі тұрған бөлікке. Ол жерде мінері тұрған тоқтарымыз уже индекс кішкентай А,
кішкентай б, кішкентай с деп уже тоғымыз фазалық тоққа айланып кетеді. Бізде сонда желілік тоқ бар, фазалық тоқ бар. Жұлдызшалап жалғанған кезде міне жерде жазылып тұр. Үлкен индекспен көрсетілген тоқтарымыз сызықтық тоқтар немесе желілік тоқтар деп аталады. Ал кішкентай индекспен көрсетілген тоқтар фазалық тоқтар деп аталады. Бұл тоқтар кедергілердің бойымен жүретін тоқтар. Жұлдызшалап жалғанған кезде байқайтын болсаңдар, міне А түйінінен келе жатқан ИА желінің тоғы сол бір тармақтың бойымен 0 түйініне келеді. Яғни бір тармақтың бойында екі тоқ белгіленіп тұр. Біреу индекс үлкен әріппен, біреуінің индекс кішкентай әріппен. Бір тармақтың бойында екі тоқ болмайды. Бір тармақтың бойында бір ғана тоқ болады. Сол себептен жұлдызшалап жалғанған кезде фазалық тоқ пен желілік тоқ өзара тең болады. Сонда біз егер қазір мына кедергілердің көмегімен әрбір фазадағы тоқтарды, фазалық тоқтарды тауып алсақ, оларды желілік тоқтарға теңестіре отырып, немесе сызықтық тоқтарға теңестіре отырып, мәндерін анықтай аламыз. Енді осы жерде бізде үш фазалы жүйеде тағы да екі түрлі кернеу бар. Бірі фазалық кернеу, бірі сызықтық кернеу. Мұнда немесе желінің кернеуі деп аталады. Мұнда егер индексімізді бізде екі үлкен әріппен көрсетілген болса, УАБ, УБЦ, УЦА деген кернеулеріміз, ол яғни мына аралықта тұр. А желісі мен Б желісінің арасындағы кернеу УАБ деп аталады. Б мен С желісінің арасындағы кернеу УБЦ, С мен А-ның арасындағы кернеу УЦА деп аталады. Оларды УЛ деп көрсетеміз. Бізде берілгенде УЛ болған желі кернеуі деп атайды. Ал индекстарында бір ғана кішкентай А, Б, С әріптерімен көрсетілген кернеулеріміз фазалық кернеу. Яғни кедергілердің кернеуі дәл қазіргі әр фазада өзінің бір кедергілері бар. Солардың кернеулері бізде фазалық кернеу деп аталады. Егер берілгенде желілік кернеу белгілі болса, біздің жағдайымызда белгілі. Фазалық кернеуді анықтау үшін мына тұрған формула қолданылады. У фазалық ол У желі бөлінген түбір астында 3. Енді біз осы сан мәндерін орындарына қоя отырып, фазалық кернеу тауып аламыз. Желінің кернеуі берілгенде 220, бөлеміз түбір асты 3-ке 127 вольт шығады. Бізге ары қарай әрбір фазадағы тоқтарды табуымыз керек. Яғни біз үш фазалық жүйеде есеп шығарғанда міндетті түрде қай жерде кедергі бар, сол кедергінің көмегімен басқа параметрларды анықтаймыз. Бізде кедергілер фазада қойылады. Сондықтан біз ең бірінші фазалық кернеу, фазалық тоқтарды тауып аламыз да, солардың көмегімен желінің тоғы мен желінің кернеуін анықтаймыз. Мұнда бізде үш түрлі формула көрсетілген. А фазасы, Б және С фазаларының тоқтарын қалай анықтаймыз? Назар аударатын болсақ, әр тоқтың басында нүкте тұр. Яғни біз бұл есепті комплекстік түрде шығарамыз. Біздің жауабымыз комплекстік санмен болуы тиіс. Бұл бізде А фазасын анықтау формуласы, яғни А фазасындағы тоқты анықтау үшін біз А фазасының кернеуін бөлуіміз керек А фазасының кедергісіне, Ом заңы бойынша. Енді бізде кернеуіміз 127, вообще фазалық кернеу 127, үш фазалы жүйе бізде симметриялы болғандықтан, үш фазаның да тоғын анықтағанда сол 127-ні қоямыз, бірақ та біз комплекстік санмен шығарғандықтан кернеулердің өзара ығысу бұрыштарын ескеруіміз тиіс. Мысалы, А фазасында барлығымыз міндетті түрде градусты 0 градус деп көрсетеміз. Ал мінері тұрған бізде ZA, яғни А фазасының кедергісі комплекстік түрде көрсетілген. Естерімізде болса, біз комплекстік түрде кедергіні былайынан жазамыз. Яғни R қосылған GX деп жазамыз. Яғни бізде нақты және жорамал бөлігі. Нақты бөлікке актив кедергі, жорамал бөлікке реактив кедергіні. Бірінші А фазасын қарап аламыз, ол жерде актив кедергі бар ма қараймыз. Бізде жоқ. Жоқ болса, R-дің орнына 0 қоямыз. X реактив кедергіміздің өзі 2-ге бөлінеді. XL минус X А фазасын қараймыз. Қандай реактив кедергі тұр? Ол жерде бізде тек қана конденсатор тұр. Сол себепте мына катушкамыз ол жерде жоқ. Ол 0 болып қалады. Конденсатор алдында минус таңбасы бар. Конденсатордың кедергісі 10-ға тең болып тұр. Сонда минусын ескеріп, минус G10 деп қоямыз. Дәл осылай
әр фазаның кедергісін тауып аламыз. Б фазасын тоғын анықтағанда біз сәйкесінше Б фазасының кернеуін бөлеміз оның кедергісіне. 127 бұл фазалық кернеу, Енің минус 120 градусы Б фазасына міндетті түрде минус 120 градус деп қоямыз. Барлығымыз кез келген вариантта. С фазасында УЦ бөлінген ЗЦ тоже 127, Енің уже мұнда плюс 127 градус бөлінген, ЗЦ-да тек актив кедергі. Енді 0, минус 120, плюс 120 деген ұғымдар қайдан шықты? Оны түсіндіру үшін біз бірінші санақ басын салып аламыз. Координаттар осін не бізде санақ басы. Оларды біз x, y осьтарын белгілейміз. Мұнда бізде x, y осі әдеттегідей емес. Мысалы, біз мына бөлікті мынаны x, мынаны y дейтінбіз. Бұл жерде ол 90 градусқа бетіп жығылған. Сонда біз егерде мына тұстан қарайтын болсақ, бұл кәдімгі өзіміздің қарап жүрген санақ басымыз. Мөнері тұрған вертикальный осьті плюс 1 деп көрсетеміз, яғни комплекстік санның нақты бөлігі. Мөнер тұрған горизонтальный ось, бірақта оң жағы емес, сол жағын плюс g, яғни жорамал бөлік деп қарастырамыз. Енді осыған біз фазалардың кернеулерін қойып шығамыз. Енді қарайық. А фазасы 0 градус, яғни плюс 1 осына қатысты 0 градус. Яғни А фазасының кернеуі мен мына тұрған плюс 1 осының арасы 0 градус деген сөз. Ол дегеніміз УА векторы бізде осы плюс 1-дің бойында жатыр деген сөз. Енді Б фазасын қарайық. Б фазасы минус 120 градус, яғни плюс 1 осынан минус 120 градус табамыз. Бізде оң теріс ширектері бар. Оң ширек міне тұр бізде оң ширектер жоғарғы жағымыз, теріс ширек не мына жақта тұр. Сонда минусты біз плюс 1-ден минус 120-ны мына жақтан өлшейміз. Сонда міне Б кернеуінің векторы шығады. Яғни бұл жерде біз плюс 1 осына қатысты УБ-ның арасындағы бұрышты мына жерге жазып отырамыз. Сонда Б фазасында әрқашан минус 120 градус. Ал С фазасында әрқашан плюс 120 градус болады. Осылайша біз симметриялы үш фазалы жүйенің есептеу әдісін қарастырамыз. Мына жерде менде әрбір фазадағы кедергілер жазылып тұр. ZA нешеге тең? Тура осы мысалда ZB нешеге тең, ZC нешеге тең? Сол мәндерді мына А, И, Б, И, С-ға қоя отырып, біз әр фазаның тоқтарын тауып аламыз. Мысалы, мына жерде мынада сан мәндері орындарына қойылды А фазасында. Енді қарайтын болсақ, біз комплекстік сандарды өзара бөлген кезде міндетті түрде алымы да бөлімі де көрсеткіштік мәнге ие болу керек міндетті түрде. Егер алымы көрсеткіштік мән, бөлімі алгебралық мән болса, ол өзара бөлінбейді. Немесе екі жағында алымында бөлімінде немесе алгебралық түрге келтіреміз, немесе көрсеткіштік түрге келтіреміз. Екеуінің жаңағы формасы бірдей болу керек. И Б фазасында мен бөлімін тоже көрсеткіштікке келтірдім, С-да тоже көрсеткіштікке келтіріп алдым. Соң кейін бір-біріне бөліп дәрежелерін өзара алған кезде менде әр фазаның тоқтарының мәндері шығады. Енді мен қастарынан тоқтардың мәндерін жазып қойдым. Енді маған үш фазалы тізбектің қуатын анықтау керек. Қуаттарды анықтау үшін біз актив-реактив қуаттарды есімізге түсіреміз. Актив қуатымыз тек қана актив кедергінің қуаты, реактив қуатымыз тек реактив кедергілердің қуаты. Бұл жерде біз мына П-лардың басында нүкте ештеңке жоқ, бұл бізде нақты сандармен жұмыс жасаймыз. Мысалы, ең бірінші А фазасына қуаттарды табамыз. А фазасында бізде актив кедергі болмағандықтан, оның актив қуаты 0-ға тең болады. А фазасында реактив кедергіде конденсатор тұр, оның минус таңбасын ескереміз. Мына жерде формула тұр, конденсатор реактив кедергінің қуатын анықтау үшін біз тоқтың квадратын көбейтеміз, конденсатор болсын, катушка болсын, солардың кедергісіне. Бізде конденсатор ғана тұр, минусын ескеріп, тоғымыз 12-да 7 ампер болған. Оны біз квадраттаймыз. Бұл жерде ешқандай комплекстік сан емес. Бұл жерде тоқтарымызды мына жерде көрсетілгендей. Бізде тоғымыз негізі мынандай көрсеткіштік түрге келтіріледі. Соның алдындағы коэффициент тоқтың көрсеткіш мәні деп аталады. Сол көрсеткіш мәнді біз квадраттап
кедергі көбейткенде бізде қуат шығады. Келесі Б фазасын қараймыз. Б фазасында актив қуатымыз бар, себебі актив кедергі бар, формулаға қоямыз, анықтаймыз. Б фазасының реактиві катушка тұр, катушканың алды плюс, сондықтан оның қуаты да плюспен шығады. С фазасында актив кедергі R3 бар, яғни С фазасының тоғын квадраттап көбейтеміз. R3-тің мәні 4-ке тең. Мына жерде тұр, міне 31,75. Біз мына дәрежесін алмаймыз, алдындағы коэффициентін қана алып квадраттаймыз да кедергіге көбейтеміз. Сонда бізде С фазасының актив қуаты шығады. Ал С фазасының реактив қуаты жоқ, себебі бұл жерде реактив кедергі болмайды. Енді бейтарап сымдағы тоқтың мәнін анықтаймыз. Бейтарап сымның тоғы 3 фазаның тоқтарының қосындысына тең. Яғни ол бағанағы схемадағы нейтрал N нүктесі немесе 0 нүктесі, соған Киргофтың бірінші заңын құра отырып анықтап алуға болады. Бізде АБЦ фазасының тоқтары бар. Олар комплексік түрде бәріне бір-біріне қосып шығамыз. Назар аударсақ, мұнда бізде көрсеткіштік түрде тұр комплекстік саннан. Жаңағы комплекстік сандарды өзара қосып алу кезінде көрсеткіштік түрмен қосып ала алмаймыз. Мынандай көрсеткіштік түрмен көбейте аламыз, бөле аламыз. Ал қосып алу үшін біз оны қайтадан алгебралық түрге келтіріп алуымыз керек. Содан кейін барып ұқсас мүшелерін жіктеп біз осы IN нейтрал бейтарап сымдағы тоқтың мәнін анықтаймыз. Енді векторлық диаграмманы қарастырайық. Векторлық диаграмманы салу барысында ең бірінші біз кернеулердің векторын салып аламыз. Бірінші санақ басын жазып аламыз. Санақ басында мына Y осім плюс 1 минус 1 дейміз. Мына тұрған біздің дәстүрлі X осімізді мына оң жақты минус G, сол жақты плюс G деп қоямыз да. Бағанағы 120 градусқа ығысқан векторлық диаграммаларды, яғни кернеулердің векторлық диаграммаларын салып шығамыз. А фазасында кернеу 0-ға тең болды дедік. Міне мынау А фазасының кернеуі УА 0-ға жаңағы плюс 1-дің бойында жатыр. Мынаның ұзындығы, мына векторымыздың ұзындығын біз жаңағы сызықтық желі арқылы анықтаған фазалық кернеуіміз, яғни берілгендегі 220-ны түбір асты 3-ке бөлгенде 127. Яғни мына векторымыздың ұзындығы 127 вольт болу керек. Содан кейін мына УА-ға қатысты 120 градус бұрып келесі векторды саламыз. Оны ұтысы деп көрсетеміз. Мына сол жаққа қарай. Содан кейін мына оң жаққа қарай келесі векторды саламыз. Оны УБ дейміз. Бұлардың арасы 120 градусты құру керек. Енді әрбір салған векторлық кернеулерімізге өзінің тоқтарын салып шығамыз. Мысалы, бірінші А фазасыныкін салайық. Бізде мына жағдайда тоқтарды салған кезде былай жасаймыз. Бірінші А фазасының тоғын бағана біз есептеген кезде мынандай болған. А фазасының тоғы G 12,7 ампер болды. Яғни G дегеніміз жорамал бөлігі ғана бар, нақты бөлігі жоқ. Мына ойыстан жорамал бөліктің ойсын тауып аламыз. Мынау нақты бөліктің ойсы, мынау жорамал бөліктің ойсы. Санақ басынан плюс 12,7 болғандықтан плюс жақ міне санақ басынан мына сол жақта. Яғни біз санақ басынан масштабпен 127-ні өлшейміз. Міне 12,7-ні өлшейміз. Міне 12,7 болды. Басқа нақты бөлік жоқ, тек жорамал бөлік, яғни санақ басын осы 12,7-ге кеп түйістіргенде А фазасының тоғы шығады. А фазасын салып қойдық. Енді Б фазасының күн саламыз. Б фазасының тоғы есептеу кезінде минус 10,66 минус G 6,4 болған. Нақты және жорамал бөлігі бар. Нақты бөлікті X осінен қараймыз. Минус болса, мына оң жағынан 10,66-ны не бізде нақты бөлігі, не жорамал бөлігінде минус 6,4, не бізде жорамал бөлігі тұр. Минус 6,4-не өлшеп алдық. Нақты бөлікте минус 10,66. Төмен жақтан санақ басынан төмен жақтан минус 10,66 белгілеп алдық. Осылардың проекцияларын
екі сан нүктенің бір-біріне қосамыз, шыққан нүктені санақ басымен қосамыз, ол бізде и б тоғы болады. Енді и ц тоғын саламыз. И ц тоғы минус 15-88 қосылған g 27-5. Нақты бөлігі минус 15-88. Міне мынау y ося. Нақты бөлік минус 15-88 мен тауып алдым. Жорамал бөлікте плюс 27-5. Жорамал бөлік мына жақтан плюс 27-5 өлшеймін. 27-5 пен минус 15-88-ді бір-біріне түйістірем. Түйіскен нүктені санақ басына келіп қосамын. Сол кезде менде и ц тоғы шығады. Осылайша мен 3 тоқты да салып алдым. Менде 3 кернеу бар, УА, УВ, УЦ және 3 тоқ бар. Келесі маған ИН тоғының векторын салу керек. Оны салу үшін мен бағанағы формуламды еске түсірем. ИН деген ол ИА қосылған ИВ қосылған С. Қазір векторлық түрде оны қосып шығамыз. ИАға міне ИА міне тұр, қосамыз ИВ-ны. ИВ міне тұр. Осы ИВ-ны параллель ИАның ұшына келіп көшіреміз. Мына ИВ мына жерден басталып тұр. Мына тұрған мынандай вектор. Соны параллельно ИАға келіп көшіреміз. Сондағы шыққан вектор міне сал қойдым пункттермен. Мынау менде мына ИА қосылған ИВ болды. Енді оған ИЦ-ны қосам. Осы жерге ИЦ векторын параллель әкеліп көшіремін. Тура осы күйінде әкелемді мына ИЦ-ның соңына әкеліп қоям. Жаңағы түйінімнің, сонда менде үшінші вектор пайда болды. Яғни векторлық қосуды біз мектеп курсынан білеміз. Оларды бір-біріне өстіп жалғап шықтым. Соңғы нүктені санақ басына апарып қосам, сонда менде ИН бейтарап сымның тоғы шығады. Осылайша біз жұлдызшалап жалғану кезіндегі 3 фазалы жүйені есептеп бітеміз.